Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Осының алдындағы видеода мен сіздерге қамырды қалай дұрыс үйлеу керектігін көрсеткен болатынмын. Осы видеода жаю жолын көрсетемін. Бұл қамыр бешбармақтың қамыры емес, қыздар. Бұл кеспе кесуге және де пельменге, нан салмаға қолдана берсеңіздер болады. Және де айта кетерлігі, ең бастысы қамырдың жақсы жайылуы тікелей оның иленуіне байланысты. Сондықтан міндетті түрде жақсы иленген, иі қанған қамыр өте жақсы жайылатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр қатты иленген. Бұл қамырдан біз кеспе кесетін боламыз. Дәл осы қамырдан пельмен жасауға болады, нан салмаға қолдансаңыздар болады. Және де көбірек иі қанып көбірек тұратын болса, манты жасай беруге де болады. Бастапқыда осылай басып аламыз, және де оқтаудың көмегімен екі шетінен баса отыра қатты қамырға қатты салмақ салмаймыз, осылай жайып алатын боламыз. Видеода бәрі анық көрсетілген. Егер де сіздердің қамырларыңыз жұмсақ еленіп қалатын болса, қамырларыңыз түзу емес, ортасы жұқа, шет-шеті қалың болып, сағыз сияқты созылып дұрыс жайылмайды. Көп үлкен кісілер кеспе қылып салғанды жақсы көргендіктен мен кеспе кесу жолын көрсеттім осы видеода. Ал бешбармақтың қамырын үйлеу, жаю жолдары менің YouTube каналымда бар. Ақбота бешбармақтың қамыры десеңіздер бірден шығады. Міне осындай қараңыздаршы, бұны үлкен көлемде жайып жатырмын. Егер қаласаңыздар екіге бөліп жайсаңыздар да болады. Міне қарасаңыздар, қамырымыз теп-тегіс әдемі болып жайылып жатыр. Мен бұл қамырды қазір арнайы кеспе кешкіштен, яғни лапшарескадан өткізіп алатын боламын. Егер сіздерде лапшареска жоқ болатын болса, осы қамырды кішкене тағы да жұқартып жаясыздар да, орап қолмен пышақпен кесіп аласыздар. Кеспелеріңіз шаштай болып өте әдемі болып түсетін болады, әрі тез оңай кесілетін болады. Міне осындай қалыңдықта кесіп алам. Мен қатты қалың болғанды ұнатпаймын кеспенің. Мына жерде менің лапшарескамның несі түспей қалыпты. Бірақ базарларда лапшареска десеңіздер барлық жерде сатылады. Қараңыздаршы, қамырларыңыз қатты ұнда болмаса да, лапшарескадан бір-біртіндеп өте әдемі кесіліп шықты. Кейбір қыздар болады, лапшарескам дұрыс өткізбейді, екі-екіден өткізеді деп атады. Ол осы қамырыңыздың жұмсақ еленіп қалуынан болады. Міне қараңыздар, өте әдемі болып шаштай болып түсіп жатыр. Біздің отбасымызда ет тағамына қамыр қылып салғаннан гөрі осылай кеспе қылып салғанды жақсы көргендіктен көбінесе осылай жасаймын. Қараңыздар, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, бәрі бір келкі шаштай болып өте әдемі болып түсіп жатыр. Дәл осы кеспелерді салафан қалташаларына салып, морозилкада сақтап қойсаңыздар, кез келген уақытта алып қолдана бересіздер. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.